Үш торай ертегісі. Бұрынғы өткен заманда үш торай өмір сүріпті. Олардың бойлары да, түрлері де, құйрықтары да бірдей болыпты. Аттарының өзі де ұқсас. Ниф-ниф, нуф-нуф, наф-наф. Жаз бойы жасыл шөпте аунап, күнге қыздырынып, шалшықта рахаттанып жүріпті. Жаз өтіп, күз келеді. Күннің көзі бұрынғыдай қыздырмайды. Сары орманның үстіне сұр бұлттар жиі үйіріле бастады. Қыстың жайын ойлану керек, деді наф-наф бауырларына. Мен суықтан қалтырап тұрмын. Біз ауырып қалуымыз мүмкін. Бірлесіп үй салып, бірге қыстайық. Бірақ ағалары жұмысты бастағылары келмеді. Жер қазып, тас тасқанша, одан да күздің соңғы жылы күндеріне аунап-аунап, асыр салып қалғылары келді. Үлгереміз. Қысқа шейін әлі уақыт бар. Ойнай тұрайық одан да, деп ниф-ниф секіре жөнелді. Керек кезінде мен өзіме үй салып аламын, деді нуф-нуф жерге жата кетті. Мен де, деп қостады ниф-ниф. Өздерің біліңдер, мен сендерді күтпей, өзіме үй сала беремін, деді наф-наф. Күн суыта бастады. Ниф-ниф пен нуф-нуф асығатын емес. Торайлар жұмыс жайлы ойлары да келмеді. Олар таңертеңнен кешке шейін ештеме істемей, секірді, аунады, ойнады. Күнде ертеңімен уақыт өткізді. Жол жиегінде шалшықтың бетіне мұз қата бастағанда ғана олар жұмысқа кірісті. Ниф-ниф ешкіммен ақылдаспастан бір шетте өзіне сабаннан үй тұрғызып алды. Ал ниф-нифке өзінің үйі ұнаған сонша, ол әндете жөнелді. Жарты әлемді шарласаң да, мұндай үй таппассың, деп жақын маңда бұтақтардан, жіңішке шыбықтардан үй тұрғызып жатқан нуф-нуфке келді. Оның да үйі тез арада дайын болды. Қуанған нуф-нуф былай деп әндетті. Менің үйім жап-жақсы, қорқынышты емес, найзағай мен тамшы. Міне сенің де үйің даяр болды. Енді екеуміз қолымыз бос. Жүр, наф-нафқа барайық. Оны көптен көрген жоқпыз, деді. Ниф-ниф нуф-нуфке. Наф-наф болса, тастарды тасыды, балшық езді. Сөйтіп, ол өзіне жаңбырдан, желден қорғанатын жылы, мықты үй салып алды. Үйдің есігін еменнен жасады. Есікке тиек жасады. Қасқыр кіре алмасын деп. Ниф-ниф пен нуф-нуф ағаларын көріп айғай салысты. Сен не істеп жатырсың? Үйіме әлде бекініс пе? Торғайдың үйі өзіне бекініс болуы керек, деді наф-наф. Сен кіммен шайқаспақшысың? Деп келемеждеді олар оны. Ал наф-наф болса, жұмысын әрі жалғастыра берді. Мен бәрінен ақылдымын. Үйді тастан қаладым. Ешбір аң үйге кіре алмайды. Бұл қандай аңды айтып тұр? Ниф-ниф нуф-нуфтан сұрады. Мен қасқырды айтамын, деді наф-наф. Бұл қасқырдан қорқады, ал біз ешкімнен де қорықпаймыз, деп кете барды. Олардың шуынан ағаш түбінде ұйықтап жатқан аш қасқыр оянды. Бұл не шу? Деп қасқыр торайлар жүрген жаққа қарай жорта жөнелді. Қайдағы қасқыр? Біз оны тұмсығынан ұстап аламыз, деп батырсынды торайлар. Олар қасқырды тек суреттен ғана көрген болатын. Олар ағаштың тасасында тұрған тірі қасқырды көріп қорқып кетті. Қасқыр енді ұмтыла бергенде, бұлар шыңғырып қаша жөнелді.
әрқайсысы өз үйлеріне қарай жүгірді. Ниф-Ниф үйіне жетіп, есігін жауып алды. «Есігіңді аш, әйтпесе сындырам», деді қасқыр. «Жоқ», деді Ниф-Ниф, «ашпаймын». Қасқыр «Фу» деп 3 рет үрлегенде оның үйінен дым қалмады. Ниф-Ниф жан ұшыра қаша жөнелді. Тез арада Нуф-Туфтың үйінің алдында болды. Екі ағайынды есікті жауып үлгергендері сол еді. Қасқырдың «Мен сендерді жеймін» деген даусы естілді. «Мен шаншадым, үйге кеттім» деген қасқырдың торайларды алдап тығылып қалды. «Сен естідің бе? Ол үйіне кетті» деп олар қайтадан асыр салып ойнай бастады. Ал қасқыр болса қойдың терісін жамылып есікті қақты. «Мен кішкентай тоқтымын, табынан адасып қалдым. Мен үйге кіргізіңдерші» деп жалынды. «Қойды кіргізейік» деп есікті аша бергенде, тісі ақсиған қасқырды көріп, есікті күштеп жауып алды. Ашуланған қасқыр бар күшін салып 5 рет үрлегенде, бұл үйдің де быт-шыты шықты. Торайлар Наф-Нафтың үйіне қарай қаша жөнелді. Ағасы есік ашып кіргізді. Екеуі ештеме айтуға шамалары келместен төсектің астына тығылды. Наф-Наф бәрін айтпастан түсінді. Есікті бекітіп, әндетіп орындыққа жайғасты. Есік қағылды. «Бұл кім?» «Көп сөйлемей есікті аш», деді қасқыр. «Ашпаймыз». «Аха, солай ма? Онда үшеуіңді де жеймін». «Жеп көр», деді Наф-Наф. Қасқыр аузын ауаға толтырып, қанша үрлесе де үй орнынан қозғалмады. Ашуға булыққан қасқыр есікті жұлқылай бастады. Есік те ашылмады. Ызаға булыққан қасқыр тасты тістерімен қыршыды, қабырғаны тырнады, түк шықпады. Тек тісін ауыртып, тырнағын майыстырды. Басын көтеріп жоғары қарап еді, пештің мұржасын көрді. «Мұржа арқылы үйге кіретін болдым» деп қуанды қасқыр. Ол ақырын мұржаның бойымен ішке түсе бастады. Ақылды Наф-Наф пеште қайнап тұрған қазанның қақпағын аша қойды. «Қош келдің», деді Наф-Наф. Күйге қарап тұрды. Қасқыр қайнап тұрған суға күмп етті. Қасқырдың жүні үрпиіп, көзі бақырайып, бақырған күйі келген ізімен кейін орманға қарай қаша жөнелді. 3 ағайынды оның артынан мәз болып қарап тұрды. Содан бері ағайынды үшеуі Наф-Наф, Ниф-Ниф, Нуф-Нуф тату-тәтті бір шатырдың астында өмір сүріпті деседі.